Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын восточный пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Біз ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға қопсықышпен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Келесі жасайтынымыз жұмсақ сары майды алып, видеодағыдай қолмен үгітеміз. Келесі кезекте бір жұмыртқаны салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Қамырымыз дайын, енді әзірге салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа қойып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген кептірілген жемістерді немесе басқа да түрлі жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Енді барлығын қатты үлкенде емес, жіңішкеде емес, орташа бөлікте турап шығамыз. Мен салмасына кептірілген өрік, мейіз және жаңғақтарды қолдандым. Сіздің үйіңізде қандай кептірілген жеміс жаңғақтар бар, кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Мейізді де турап салыңыздар, дәмі өте әдемі болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алда бұйыртса тағы да көптеген рецепттер салатын боламын. Мінекей барлығын турап дайындап алдым. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, ұн сеуіп, жұқалау етіп жайып, формамызға орналастырып аламыз. Біздің қамырымыз үгітілмелі болғандықтан қатты жұқа етіп жаймаймыз, салатын формамызға сиятындай етіп жаямыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып, қамырымызды орналастырып, шеттерін тегістеп шығамыз. Келесі жасайтынымыз кептірілген жемістерді, жаңғақтарды салып шығамыз. Достар, сіздер де бұл пирогты жасап көріңіздер. Кептірілген жемістер, әрбір жаңғақтар керемет дәм береді. Бұл пирог сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Кептірілген жемістерді және жаңғақтар салғанда жан-жағына жайып саламыз. Келесі кезекте қоюландырылған сүтті құямыз. Қоюландырылған сүтіміз сапалы болу керек. Мен айналайын немесе три желание қолданамын. Барлық жеріне жететіндей етіп тегістеп шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын, беті осылай қызарып шығуы керек. Бұл пирог өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де отбасыларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен болған Ақшолпан.